Адамзат барда еш уақытта таусылмайтын қор – қоқыс. Көп қазақстандық тұрғындар экология мәселесіне назар аудармайтыны қынжылтады. Яғни коммуналдық төлем жасап отырмын, неге қоқыс жайлы ойлануым керек дейтіндер өте көп. Бірақ пакетке онды-солынды салынған тұрмыс қалдықтары қала шетіне барып, үйіліп жатқаннан көп залал келтіреді. Басынан дұрыс жиналмаған қоқыс қайта өңделетін шикізат ретіндегі құндылығын жояды. Осыдан қоршаған ортаға зор зиян келеді. Қазақстанның жасыл экономикаға көшуін ескере отырып, елордада қалдықтарды бөлек жинау бойынша іс-шаралар қолға алынған. Алматы қаласы ауасының ластануы масштабты және көкейтесті қала мәселесі. Неге? Ауаның ластануы жүйке жүйесі мен мидың дамуына теріс әсер етуі мүмкін. Әсіресе лас күндері далада жүрмеңіз және үй-жайларды желдетпеңіз. Алматы сияқты индустриалды қалаларда ауа сапасын бақылайтын қосымшалар бар.